Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дастарханыңыздың көркін ашатын өте әдемі дәмді сосиски в тесте істейтін боламыз. Ол үшін бізге айран қажет болады. Айранның үстінен кішкене ғана су құямыз да бір жұмыртқа қосып, дәміне қарай тұз қосып, тұзы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Тұзы жақсылап еріп болғаннан соң үстінен керегінше ұн қосып, жақсылап қолға жабыспайтындай әдемі қамыр илеп аламыз. Одан кейін қамырымызды 5-10 минутқа қойып қоямыз. Ал енді сол уақыт аралығында шұжықтарымызды дайындап аламыз. Осылай ұзынша келген шұжықтарды екіге бөліп алатын боламыз. Ал енді біз қамырымызды жаюға кірісеміз. Ол үшін дайын болған қамырымызды алып, екі бетінен жақсылап ұн сеуіп аламыз да, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып шығатын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы қатты жұқа болмауы қажет. Осылай жайылып дайын болған қамырымызды пиаланың немесе стаканның көмегімен осылай домалақтап кесіп алатын боламыз. Ал енді домалақ қамырымыздың арасына бір сосисканы қоямыз да осылай екі жағынан бүктейміз де конфет тәрізді осылай екі жанынан бұрап әдемілеп конфет тәрізді жасайтын боламыз. Арасы ашылып кетпес үшін жақсылап ортасынан бекітетін боламыз. Дәл осы тәсілмен барлық конфеттерімізді орап шығатын боламыз. Ал енді біз қызып тұрған майға осылай біртіндеп салып, екі бетінде жақсылап қызартып, қуырып алатын боламыз. Осымен біздің сосиски в тестеміз дайын болады. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.